RC Cola, fresh in the hand, cool on the shoulder. Sip that shine, move like a stunner. RC Cola, go on and own it. RC Cola, feel the refresh. RC Cola, on the night. Бәрекел футбол жанынан топ томалайды топ сүйзай слот пайнон чап жасай блок бұдан ағыз интро бір-бірін тыңдамайды сөйтіп бұда пинг-понг канский жүз кәш қатып қалды крипбол кірсем үйге көрінбейді никто домофоннан бір битбокс ойнаватыр дип-дом Менде фокс мок сил фоу марафони темір адам ойнамайды мынада қара туни айналада түрлі түсті лямылы пуни философитімі свайп лямылы томи параноиш будто за тобой кто-то гонит бәрекел Ту, Дәурен, қаншама рет айтам. Мен ана Асан дегеннің басқасын ешқайсысын танымаймын. Біз де тексердік. Әбден 500 реттен тексердік. Бірақ бұлардың қалай істегенін әлі де түсіне алмай отырмыз. Бұларда барлық жауаптар болды, мен оған 100% сенімдім. Мүмкін емес. Олар менсіз ештеңені ала алмайды. Доступ менде ғана бар. Сұрақтардың барлығы, жауаптардың барлығы сенімді қорғалған. Тумбочкадағы қағазға жазылған парольмен қорғалған ба? Сіз бұны қайдан білесіз? Оқушылар қайдан білді, мен сол жақтан білемін. Жоқ, мүмкін емес. Тағы да қайталап айтамын. Жауаптардың барлығы сенімді қорғалған. Сөз беремін. Өтінемін, мені жұмыстан алаңдатпаңызшы. Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ол бір апта бойы жұмыстан басқа ешқайда шықпаған. Блин, маған үлкен болған мүлде қызық емес. Таңертеңнен кешке дейін бір жұмыс деген шаршатып жіберетін сияқты. Ал сен қалай ойладың? Бәріміз де ертеме кешпе өз нанымызды табуға мәжбүр боламыз. Жұмыс істемесең ақшасы жүріп, аштан өлмейсің ба? Ол жағынан Милыға алаңдаудың қажет жоқ. Әжесі 10 жылға жететін тамақты контейнерге салып, дайындап қойған шығар уж. Е? Жетам, қалайсыңдар? Кешіктім ғой. Блин, сори, жұмыстан хабарласып қалды. Не әңгіме болатыр? Тоқтар талқылаған сол. Сонымен, не ақпарат жинақталу туралы? Ол жұмысқа күнде сағат таңғы 8-де келеді. Апта бойы бірде-бір рет кешіккен жоқ. Түскі асқа жалғыз өзі шығады жұмыстың жанындағы кафеге. Походу, ол дофига өзінше. Даже өзінің қызметкерлерімен тамақ ішуге бармайды. Может, онымен ешкім араласпайтын шығар просто? Сосын тамақтан болған соң өзімен бірге үлкен кофе алады, 10-15 минут сермейді, содан кейін бірақ жұмысына кіріседі. Жұмыстан кешкі сағат 6-да шығады. Күнде осылай. Режимің ауысқан көрмедің бе? Ал қалғандар ше, онымен бірге шыға ма или как? Походу, солай сияқты кешкі уақытта ол жақта ешкім болмайды екен. Тек қана охранник болады. Ага, тек охранники 500 камеры. Мира дұрыс айтады. Ладно, оны потом шешеміз. Бізге қазір ең басты Тоқтарды ұзақ уақытқа офисында ұстау керек. Өйткені бүкіл сұрақтар оның компьютерінде, екіншіден бізге оның отпечатка керек. Осыған кесеміз ба? Қорытындыласақ, оны максимально жұмыста ұзақ ұстау керек. Және ол туралы көбірек ақпарат жинау керек. Жеке мәліметтері, қызығушылықтары, әдеттері. Адам туралы білгің келсе, телефонын қара деген бар. Не, мен келсем. Бізге оның телефоны қажет. Оңға айтып аласың. Вежливо бар. Телефоныңды берші, дейсің ба? Неге сөйтпеске? В моем кругу нет красок, тут образ жизни хасл, где в глаза молодых пацанов даже смотреть опасно. Мы тут не верим в сказки. Ассалаумалейкум, аға. Ас болсын. Ағай, менде телефоным өшіп қалып еді. Сіздікімен звондап алсам бола ма? От тапсын. Білем ғой мен сендердің алаяқтық схемаларыңды. Құдай сақтасын, ағай, қайдағы схема, міне. Телефоным расымен де өшіп қалды. Просто анама хабарласу керек еді, уайымдап жатыр да. Пожалуйста.
Жарайды. Бірақ мұнда тұрып мені көзімше сөйлесесің. Иә, аға, без проблем. Рахмет. Алло, мам. Иә, бұл мен ғой, басқа кісінің номерімен звондап тұрмын. Аха. Айттым ғой, Замита теңгеме барып үлгермеймін деп. Иә, аяулыммен байланысты, мам. Аха. Коннект болмай жатыр. Аха. Иә, мам, болды, түсіндім ғой, ағайла бермеңізші, мына жерде адамдар отыр, ыңғайсыз. Жақындаш. Сіздің шотыңыз? Қазір 1 минут. Иә, аха. Ей, жігіт, жотам. Қазір аға, 1 минут. Мам, телефон қайтарып беру керек, кісілер уже ашуланып жатыр. Жақындаш та. Үлгерем дедім ғой. Мам, енді мен не істеймін, айтшы. Ей, жігіт, уақыт. Иә, аға, 1 минут. Мам, мына жерде уже адамдар телефон сұрап жатыр, тез айтшы. Қош, болды, жарайды, ұрса бермеш, болды. Сөйлесекші адам сияқты. Айттым ғой сізге. Бауырым, мен саған айттым ғой, өзіме де сол телефон қазір керек. Иә, аға, қазір. Ойбай, кешіріңіз шақ. Кешіріңіз аға. Абайламайсың ба? Жарайды. Мін аға, рахмет. Мамалар ғой енді не деген мен уайымдайды. Жарайды, сау болыңыз. Көрме төлесе болады ғой? Иә, әрине. Ашшанам. Тіл мектебініз адам 150 жасқа келгенде ағылшынша үйрене ма, Зидан? Енді, милый, сен одан үлгі ал. Екі сөздің бірін байланыстыра алмайсың. Мен ба? Пакиға кетсің. Өзіңнің не айтқанын түсіндің бе? Жігіттер, мынаның ішінде пайдалы ештеңе жоқ. Әйелмен перепискасы, туысқандармен миллиондаған чаттар. Бізге нақты ақпарат керек. Одан кейін оны жұмыс орнында қалай ұзақ ұстап отырамыз, соны ойланайықшы. Пайдалы ақпарат көп. Біз оның ағылшынға баратынын білеміз, тағы не білеміз. Асан, қойшы. Жо, негізі рас айтады. Бізге сол ақпаратта жеткілікті ғой. Қалай жеткілікті? Енді қара, ол ағылшын тілі сабақтарына барғысы келеді ғой. Неге именно біздің сабағымызға бармасқа? Түсіндім. Қара, біз оған хабарласамыз. Алло, Тоқтар Берденұлы, біз тіл мектебінен хабарласып жатырмыз. Ағылшын тілі сабақтарын береміз дейміз да, онлайн сабаққа жазамыз. Ал сабақты оның жұмыс уақытымен бірге қойып қоямыз. Болмай қалсайшы. Болмай қалса, ойланамыз. Негізі жақсы идея. Бірақ одан бөлек охранник бар, камералар бар. Оған қоса оның өзі де сол жерде ғой. Біз оған барып, сен компьютерінде отыра тұрайықшы деп айта алмаймыз ғой. Ұйықтап қалмаса әрине. Айтпашы, оның ішетін кофесіне қарасаң, вообще ұйықтамайды сияқты бұл. Иә. Милый, сен генийсің. Оны ұйықтататын кофенің өзі. Снотворный? Иә. Охранникші. Камералар бар. Жігіттер, сендер қызықсыңдар. Мен сендерге инкубаторым ба? 3 гениальный идея подряд беретін. Ойлану керек қой. Милый. Қазір телефон таппай жатыр. Стоять. Ау? Сонда сен ба маған тәттілер алып келіп жүрген психаря? Неге психаря? Душыңнан ғой, бұл. Же. Ты типа так подкатить решил? Да не, какой подкат? Ты чепуха ғой. Егер мен подкат істейтін болсам, саған 101, жоқ, 1001 раза берушем. Жай, просто. Ну, блин, Мира,
не үшін кірдің? Тұра бермедің ана жақта. Рахмет, милый, бірақ мен қазір отношения іздемеймін. Все-таки зек көресің. Просто қараш, екеуміз қыдырамыз, киноға барамыз, қол соспай қояқ. Ну, тем более сен мен милый деп айтасың. Рахмет, Арман, бірақ мен жауабым жоқ. Жадам, қалайсыңдар? Не болды настроениелерің жоқ қой? Опа! Ача бізде мұнда махаббат сахнасы болып жатыр ма не? Қош. Қымбатты Мира. Даже если солай болса да, милый саған қарағанда молодец. Сен сияқты дәмелеге қарап сілекей ағызып тұрмайды. Кумаш Дамили, при чем тут Мира вообще? Мира, при чем тут Дамили вообще? Мына тақырып міндетті түрде ұбт-да болады. Сондықтан үй жұмыстарымызды қалдырмаймыз. Сосын балалар, 1 минут назар аударыңыздаршы. Вальс туралы сөйлесейік. Қандай вальс, апай? Соңғы қоңырауда билейтін вальс. Наконец-то! Жыл басынан бері осы сәтті күттім. Апай, онда биді мен құрастырайын. Менде бірнеше идеялар бар. Күшті видео түсіреміз, иә? Сосын. Бұның бәрі өте қызықты, бірақ мен қатыспаймын. Мен де қатыспаймын. Я порожняк сияқты. Балалар, не болды сендерге? Бұл маңызды емес пе? Сізге маңызды шығар, бізге маңызды емес. Ұлдар олай болмайды ғой. Қыздар, по-моему, бізде уақыт жағы сәл тығыздау сияқты. Не думаете? Жарайды. Кім вальс билегісі келмейді, сол қолдарын көтерсін. Вы что, гоните, что ли? Анау, задридин за всех билесін да? Өз жүрген талант емес, папай? Ой, жапшы аузыңды. Ей, балалар, өкінесіңдер әлі. Боссыңдар. Үй жұмысты тексерем. В смысле билеглерін келмейді? Қыздар, закрыли тему. Нет, не закрыли. Сендер бізді лақтырып кеткілерін келіп жатыр ма? Мы просто не хотим. Сендерге бұл соншалықты керек па? Маған ешіне бәрібір. Сендер қуасыңдар ма? Сонда асындағы қыздар билегенде біз лохушкалар сияқты қарап тұрайық па сонда? Болды, қойыңдаршы, қыздар. Асандікі дұрыс. Біздің сендердің билері мен репетицияларыңа уақытымыз жоқ. Біз неғыста тест-центр тонауға барайын деп жатырмыз. Ол сендерге магазиннен шоколад ұрлау емес. Так что все, вальстың темасы осымен жабылады. Мен қазір Тоқтарға хабарласам, тыныштыра тұрыңдар. Давай, Жібек. Сәлеметсіз бе, Тоқтар мырза? Сізге тіл мектебінен хабарласып тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сіз сынақ сабағына өтініш қалдырғансыз. Қуана хабарлаймыз, бізде бір терезе босады. Бүгін кешкі 6:30-да онлайн форматта қосыла аласыз. Басқа уақыт жоқ па? Бұл уақыт ыңғайсыздау. Өкінішке қарай, тек қана осы уақыт қолжетімді. Мен ол уақытқа дейін үйге жетіп үлгермеймін. Өкінішті. Бізде арнайы ұсыныс бар. Сынақ сабағынан кейін алғашқы ай тегін беріледі, бірақ ұсыныс шектеулі. Неге жұмыс орныңыздан қосылмасқа? Жарайды, солай болсын. Тамаша, сізбен алдын ала байланысамыз. Сау болыңыз. Ну все, начало положено. Барлықтарын дайынсыңдар деген үміттемін. Олай болса, тура 1 сағаттан кейін осы жерде кездесеміз. Қара ашки, қара туфли, үстінде киімнің бәрі қара көз қыздарды
Точно сработает? Не знаю. Зидан, О, сори, по работе написали. Че там? точно сработает? Конечно, сработает. Самое хорошее снотворное. Бір дозасын аптада құлатады. Тоқтар орында ма? иә жаңа ғана хабарластым сабақты күтіп отыр Все тогда. 11 бе? Тарих жасайтын сәт келді. Удачи нам. Дәмеле. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Сіз кімсіз? Есімім Анайла. Бұрыштағы кофеханада жұмыс істеймін. Аха. Айтыңызшы, Тоқтар аға осында ма? Осында болған не болды? Акция аясында біз тұрақты клиенттерімізге тегін кофе ұсынамыз. Аха. Сізден өтініш апарып бере аласыз ба? Тегін ба сонда? Иә. Ал мына сізге бонус ретінде. Жақсы, рахмет айналайын. Рахмет көп. Сау болыңыз. Сау бола ғой. Тоқтар Берденұлы, кірсем бола ма? Я, бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, мына, сізге тегін кофе беріліпті. Акция болып жатыр ғой деймін, білмеймін, бірдеңе әйтеуір. Міне келіңіз. Бірақ дәл уақытында беріп жіберген екен да? Екеуі де маған ба? Иә, мен бұндайды ішпеймін ғой. Ішсем басым ауырады менің. Ай, рахмет. Что-то сабақ не болып кетті. ұйықтап қалды ма как думаешь Сейчас узнаем. Походу ішті. Бастай береміз ба онда? Иә. Барлықтарың не істеу керек екенін білесіңдер ғой. Проблема болып тұр. Анда охранник ұйықтамай жатыр, короче. Костюм шеуге шықты. Шынымен ба? Иә. Блин, енді атмен аман Не вариант. көңілін аулау керек қалай ойлаймыз Короче, бір адам барып, әрдеңені айтып, оттап, миын ашту керек. Чё? Кімсіңдер, ай? Аға, көмектесіңізші, мына ұжында артынан қалмай жатыр. Айттыңызшы мына балаға, мен сенің қызың емес. Балалар, бұл жер ұрысатын жер емес. Басқа жерге барып ұрысыңдар, ба? Ағай, маған шынымен көмек керек. Қараңызшы мынаған. Ағай, тыңдаңызшы, оның логикасы сондай төмен. Мен оған түсіндіргім келеді, бірақ ол түсінгісі келмейді. Айқайлағаннан басқа дым келмейді. Просто айқайлай бересің. Ай, балалар, тынышталыңдар. Асықпай түсіндіріңдер. Не болды? Мына суреттерден біреуді танисыз ба, көрдіңіз ба? Тоқтаңшы. Мынау? Мынаны білем. Осында келген. Мына осы екен. Не үшін келді олар бұнда? Мен оған сеніп жүрсем, оны шынымен жақсы көріп жүрсем, ол басқа қыздардың артынан еріп жүрген. Кеше түнімен бір қызбен жүрген. Ал мен хабарлассам да ол қоңырамды көтермейді де. Ал мен болсам, Құдай сақтасын, бір аварияға түсіп қалды ма, немесе басқа бір неге ұрынып қалды ма деп уайымдап жүрсем, ол мені тым ойламайды ғой. Толик жазды. Кеттік. Егер әрбір батыр Сен супергеройсың, брат. осылай дамитын болса, мүмкін
кез келгеніміздің ішінде батыр бар шығар. Айттым ғой саған, ема! Көтіңді айрам қазір. Алғашқы рет кездескенде білесіз ба, тура шаршамай сағаттап сөйлестік қой. Маған гүл сыйлап жүретін, клубников шоколаде сыйлап жүретін. Қазір ондайды қойды ғой, совсем уже. Бала, қазақта Широкоугольный формат. Күліп, әп-айбат жігіт болып отырады. Ал маған келгенде болды. Маған керек не? Маған, ладно, гүлің керек емес. Маған клубников шоколаде керек емес. Маған чисто внимание берсем болды ғой. Айба, давай. Мен қызбын ғой, жігіт болып жазбайсың маған. Бірінші болып. Жазбайсың сен маған ешқашан. Сен мына қазақта қыз баланы құрметтеуге ренжітпе. Айтам. Камера. Қорықпа, шықтап отыр. Че там? Память мас сияқты. Блин. Ну, удалительный фото таппай жатырмын. Шындықсыз басым босайды. Қазір. Все. Жүріңдер. Сида, мына камералда қатып полевной көрінеміз. Ештеңе етпейді, ең бастысы қазір қарамайды ғой. 100% беремін, мен саған енді ешкім оны ақтарып қарамайды. Тем более түрімізде маска бар, уайымдамашы. Точно. Өлік сияқты ұйықтап отырған мынау. Слава Богу деп айт. Саусағы керек. Есть! Таптым. Маленький өтірік авдоматты парольдер. Енді мына пароль не ашатынын табу керек. Тағы бірдеңе айтайын ба аға? Ол нағыз энергетический вампир. Өйткені мен сенен кейін мен басым ауырады, білесің бе? Аға, энергетический вампир деген не екен білесіз ба? Қазір айтып берем, е? Не бар екен? Бет алсаттар. Мына флешкашы. Кірдім ішіне документтер. Қазір таппай алсақ тупо болады. Ай, қош. Тыныш. Естірсіңдер ма? Қорындаған ғой жай. Жоқ, приступ сияқты. Ситана, екі кофені ішіп саған ғой. Твою мать, баражда, қашыңыз. Энергетический вампир ол басқа адамдардың күш-қуатын, яғни энергиясын сорып алатын адам. О, мама! Мен оны білгеннен кейін білесіз ба қандай шок болдым. Ана интернеттен оқығам. Енді не болады? Блин, полицейлерім звонит, жігіттер қыздар. Жап сосын.
енді өлсін дейсің ба? Біз түрмеге отырамыз, түсінесің ба не болып жатқанын? Көгеріп бара жатыр уже. Блин, қора, жігіттер, қыздар, өмір қора. Милый, что ты қимылдамайсың? Мен точно скорый шақырам. Какая нахрен скорая? Ей, жаным, айналайын-ау, сендердің әңгімелеріңді тыңдасам, таңға дейін атырғызып отыра беруге болады екен. Ағай, білесіз ба, одан кейін ше? Қазір тоқташы. Аға, мен тағы бір не айтайын. Мен болмадым ғой айттым. Тыңдайсыз, ағай. Мынау не? Мен тыңдайсыз ба, тыңдамайсыз ба? Қазір. Мен тексеріп келейін. Сол негізі сондай грубый. Қазір мен тексеріп келейін. Зидан, охранник сендерге қарай кетті, тезіз. Тығылыңдаршы. Болды, қораға кірдік. Мен сендерге айттым ғой, жігіттер. Скорыйға звондаймын, болды. Звондамашы дедім ғой. Надо астманың презенттері бар, походу астма. Жігіттер, қыздар. Ай, қолым талып қалды. Аса. Жабыш аузыңды. Ингалятор, давай мен. Тағы көш, тағы. Пайдасы жоқ сияқты. Өкпесін толтырып тыныс алу керек оның. Не істейміз енді? Болды. Не өлген күтіп тұрсыңдар ма? Тамилия, не суетись, өлмейді ол. Ну это отек клиники, аллергическая реакция. Менде де сондай болған, ол қастың шығып өлуі мүмкін. Этого еще не хватало. Тапқан сияқтың. Пароль. Охранник келе жатыр, тығылу керек. Қайда тығыламыз менің да? Тығылатын жер көріп тұрсың ба? Кірдім. Міне жауаптары. Сам болып қоя салшы, қадалдық уже, пара жек. Қадалмадық. Если что, вырубим охранника и все. Есің дұрыс па сенің? Вот хуй нашла, не с ним, сенсіз айтыңдар. Дешем бірдеме. Братан, оян істесін, братан деймін. Үшінші этажға жетті уже, тез тығылыңдар бәрің. Не істеп кеттіңдер, тез қимылдасаңдаршы. Тағы уақыт керек. Жауаптар почти біздің қолымызда. Шприц! Қайда? Преднизолон. Укол жасау керек. Мен істей алмаймын. Охранник келе жатыр, жігіттер, охранник келе жатыр. Как все успокоились? Былай, сендер нам бірдеңе істеңдер, мен газ келем, хорошо? Ей, қайда кеттің? Зидан! Я с тобой. Юнаға отличка. Жүр, бір идея бар. Тез. Туф, таспақа сияқты жүріп алады мыналар. Мира, давай. Қайда сала, мен білмеймін. Демаламай жатыр ғой уже. Туфа, кеш. Көмектесін, ма? Мен қайдан білейін, сразу жүгіріп кетпейтін шығар енді. Достар.
көтеру керек бұны. Көтерем. Неге еркектер сонда ауыр? Мила, тысташ камераны, кел көмектес. Күләш! Кетті ме екен? Солай шығар. Қалай ойлайсың? Басқалар тұғылып үлгерді ме екен? Үлгерді деген үміттенемін. Тоқтар Берденұлы. Кеткен сияқты. Иісің әдемі. Қош. Рахмет саған. Не үшін? Ну, именно сен менің артымнан жүгіріп шыққаның үшін. Құдай сақтасын, Мила артымнан жүгіріп шыққанда әжесінің иісін иіскеп отырды. Білдіртпеші. Кешір. Просто күлкің ұнайды. Не смущай. Дамиле. Қалай айтсам екен? Ішімде бір сезім, кеудемде жып-жылы. Сені көргенде ұнайтыны сенің қобалжыған кездерің. Себебі дәл сол сәттерде сен ең шынайы боласың. Және мен үшін керемет адамсың. нервің шығып отқан кезде ручканы шайнаған кездерім ұнайды. Тақтада тақырыпты көрмей көзімді осылай қысқаным ұнайды. Менің айтайын дегенім, менің саған айтайын дегенім, в общем, ол сені қатты жақсы көреді. Жауаптар бізде. Кеттік. Бәрі сол күні болған екен ғой. Сол кезде мен жиенім туған күнімен құттағам. Иә. Қазір. Міне, таптым. Міне. Беріңізші.
мыналар кімдер? Сіз бұларды көрдіңіз бе бұған дейін? Жоқ, мен ана екеуімен сөйлесіп жаттым ғой. Так, жарайды. Басқа камераларды не керек? Опа. Не ол? Көрдіңіз бе, мынаны қараңыз. Мынау? Телефонның экраны. Иә? Камера емес бұл. Дірілдеп тұр, байқадыңыз ба? Қалай? Міне. Міне. Солай екен ғой. Кәне, беріңізші. Қазір. Міне. Көрдіңіз бе? Міне, әжеке деп тұр ғой. Бұл бастықтың кабинеті ма? Иә. Ары қарай өткізіңізші. Мыналар кімдер? Мынау несі тағы? За здоровье не пьют! Выпьем за 140 баллов! Стиль таза Қызылорда! Кешегі әңгімені жалғастырайын деп едім. Жоқ сумканың ішінде. Іздеңдер флешканы. Я сөйлесу керек еді. Бір жаңалығым бар.